Сәлем команда. Қазір біз өзіміздің жеке кабинетімізден қалай заказ беру керек сол туралы ақпарат беремін. Бірінші біз өзіміздің жеке сайтымызға кіреміз. Ол үшін Google-ға барамыз. Мына жерге Oriflame Қазақстан деп жазамыз. Oriflame дейміз. Міне біздің сайт шықты, Oriflame компаниясының. Енді өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Мына оң жақтағы адамның суретіне басамыз. Мына жерде введите логин и пароль дейді. Сол жерге логин үстіне консультант нөміріңіз жазасыздар, астына парольдарыңыз жазасыздар. Войти дейсіздер. Міне біз жеке кабинетімізге кірдік. Енді оң жақтағы тағы адамның суретіне басамыз. Бұл жерде заказы деген батырманы басамыз. Сол жерде быстрый заказ деген бар. Соған бірінші барып алайық. Бұл жерде сіздерге айтатыным, егер сіздер платный 3 каталогтан отказ берсеңіздер, егер сіздерге каталог керек жоқ болса, атак сіздерге бір каталог келетін болады. А бұл 3 каталог платный, яғни ақылы түрде. Егер керек жоқ болса, мынау тұрған кодты жазамыз. Яғни 90 120 дейміз. Сосын жерге 1 дейміз. Ары қарай жерге журнал, егер керек жоқ болса, wellness гид. Алғашқы кезде осылардың барлығы керек болады. Содан кейінгі күндері сіздер бұл нөмірлерді жазуларыңызға болады. Әр журнал 25-30 теңге. Міне, сосын в корзину дейсіздер. Егер сіздер өздеріңіздің заттарыңызды білетін болсаңыздар, уже кодын бәрін жазып алған болсаңыздар, онда добавить больше продукта деп, жаңағы қайтадан быстрый заказға кіріп, мына жерге продуктының кодын жазасыздар, мына жерге неше штук екенін жазасыздар. Егер сізде ондай жоқ болса, онда сол жақтағы 3 сызыққа басасыздар. Басқан кезде астында каталог шығады. Сол каталогтың үстін басасыздар. Басқан кезде міне каталог шықты. Мынау стрелка арқылы әр қарай жылжытасыздар. Өздеріңізге керек нәрселерді қарап таңдайсыздар. Сосын жерде астында купить продукт деп тұрады, мысалы. Соны басасыздар. Үстін басқан кезде қандай оттенок керек, міне астында барлығы жазылып тұр. Немесе жаңағы быстрый заказға кіріп, мына жерден мысалы өздеріңіздің помаданың түсін кодын алып, жаңа быстрый заказ деген жерге жазып, неше штук керек, соны жазуға болады. Мысалы мына жерде де мына помада. Тағы да купить продукт дейсіздер. Егер мына үстін басасыздар, сол кезде міне нелер тұрады. Өзінің нөмірлер тұрады. Егер бежевый нюд алғыларыңыз келсе, мысалы мынаны, егер мынаны красный, пламенный, глубокий сливовый, міне үстін бассаңыздар, коды бәрі шығып тұрады. Содан кейін мысалы вишневый варх немесе мынау яркий коралды алғыңыз келсе, в корзину дейсіздер. Сол кезде міне корзинаға салынды. Көрдіңіздер ме? Міне осылай заказ беруге болады. Мынадан шыққыларыңыз келсе, мынау стрелканы басып шығуларыңызға болады. Егер каталогты дұрыстап картинка түрінде көретін болсаңыздар, мынау сол жақтағы кішкентай 4 бұрышқа басуға болады. Міне өзіңізге керекті затты, мысалы мына жердегі туш керек болса, туштың үстінен басасыздар. Міне туш шықты. Купить продукт 2 дейді. Яғни мына тушты таңдасаңыздар, или мына қызылды таңдасаңыздар, үстінен басасыздар. Міне в корзину дейсіз. Корзинаға кетті.
Содан кейін аяқталғаннан кейін корзинаның үстіне басасыздар. Сол жақта, оң жақтағы үстінде. Міне жаңағы біздің тушымыз, помадамыз тұр. Продолжить дейміз. Міне продолжить басылды. Міне помада 952 теңге, мына туш маған 1196 теңге келеді. Яғни сіздерге де осындай бағамен келетін болады. Мына менің Wellness Pack для мужчин подписка. Яғни мен осы витаминдерді 3 рет алып, 4-шісін бесплатно алам. Wellness Kit міне 25 теңге. Разделочный нож алатын боламын мен. Каталог міне 33 теңге. Пакет. Яғни осылардың бәрі менде 110 балл, 123.421 теңге болды. Яғни осылай қарауға болады. Содан кейін 2 рет каталог бойы 150 балдан істегеніңіз үшін 50% скидкамен өзіме керекті затты алуыма болады. Яғни өзіме керекті затты 50% скидкамен алам. Мысалы, жаңағы сөмке болсын, өзіме аксессуар болсын, біреуін ең қымбат 10 мыңның нәрсесін, мысалы, мен 5 мың теңгеге алам. Содан кейін ары қарай, астына қарай түсесіздер. Сосын мына жерде изменить пункт доставки, яғни мына жерде басамыз. Егер сіздердің қалаларыңызда Oriflame компаниясының офисі болса, яғни СПО болса, онда СПО деп басасыздар. Мысалы, выбери город. Мысалы, жерден қараймыз. Мысалы, так, Астана. Нұр-Сұлтан болды ма? Так, жарайды, Жаңаөзен, Маңғыстауский облыс дей салайық. Қараңыздар, енді мына жерде қай жерде название СПО барлығы тұр, қай жерде орналасқан. СПО-ның басшысы кім, мысалы, міне телефон нөмірі барлығы жазылған. Егер бізге постамат немесе курьерская почта арқылы заказ берсек, онда біз мына жерден өзімізге керекті жерді аламыз. Мысалы, қазір өзімнің жерімді таңдап алайын. Міне Қазпочта Нұр-Сұлтан деп өзгеріпті, Астана емес екен қазір. Так, Түркістан немесе так, Акмолинская область қайда? Так. Ар жағына жету. Міне, Қазпочта, предоплата, Акмолинская область. Яғни, заказ міне жіберсеңіз, міне менің міне улицам бәрі тұр. Заказ жіберген кезде, міне предоплата, заказ жібергеннен кейін 2 күннің ішінде сіз осы ақшаны төлеу керексіздер. Через оплата банковской картой можно, немесе через терминал. Кәдімгі магазиннің ішінде тұратын бар ғой терминалдар, киви терминалдар. Кәдімгі терминалдар. Магазин ішінде единица салатын. Сол арқылы ақшаны төлеуге болады. Міне болды. Сосын завершить оформление заказа деп баса саласыздар. Болды.